Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер Лигасының 17-ші тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. Өткен демалыс күндері Еурокубок турнирлеріне байланысты Астана-Атырау матчы кейінге шегерілген болатын. 17-ші тур ойындарының алғашқысы 17 тамыз сенбі күні Петропавл қаласында чемпионаттың соңғы турларында жеңіспен келе жатқан Қызылжар және Қайрат командаларының арасында өтті. Алаң иелері ойынды жақсы бастаған болатын. Дегенмен қонақ команда Қайрат бірінші таймның аяғына қарай ойынын күшейте түсті және 40-ші минутта олар ойындағы есепті ашты. Еркебұлан Сейдахметтің пасынан кейін гол салып көзге түскен Андрей Ульчин. Айбалаңына еніп, міне тамаша гол соқты. Сабино мен Йованович бүгірді Ульшинді. Ульшиннің голы матчтағы жалғыз гол болып, Қайрат минималды жеңіске қол жеткізді. Ал Семей қаласында жергілікті Елімай түркістандық Тұранды қабылдады. Кездесу фавориті екендігін семейлік Елімай іс жүзінде де дәлелдеді. Олар матчтағы есепті ойынның 15-ші минутында ашты. Гол авторы Елімайдың Доминикан Республикасынан келген легионері Урения Рейс. Үш минуттан кейін Елімайдың белорусиялық футболшысы Никита Карзун есепті еселеді. Ал 26-ші минутта ресейлік Ислам Машуков Елімайдың жауапсыз үшінші голын сала білді. Елімай командасы Тұранды қап-талқан етуде. Тұранның бұлай бейған болатын ешкім білген де жоқ, сезген де жоқ. Елімай бүгін Тұраннан 45+3-ші минутта Урения Рейс матчтағы екінші голын салып дубль рәсімдеді. Андрей Карпович жаттықтыратын команда гол салуын екінші таймда да тоқтатпады. 72-ші минутта бразилиялық Шина көзге түсті. Шина ақыры дегеніне жетті, құрметті көрермен. Тимурбек Зәкіров тағы да гол атып алды өз қақпасына. 5-0. Алвес Дос Сантос Шина көзге түсті. 20-шы нөмірлі бразилиялық легионер маусымдағы 4-ші голын Тұраннан тапты. Елімайдың ірі есебі тіркелген бұл ойындағы нүктені Иван Свиридов қойды. Қорытынды есеп 6-0, Елімайдың бұрын соңды болмаған ірі жеңісі.
18 тамызда Талдықорған қаласында жергілікті команда Жетісу Қостанайлық Тобылды қабылдады. Бұл ойында да жылдам гол соғылып, 2 минутта қонақ команда алға шықты. Роман Асранқұловтың бағыттаған добын голға айналдырған Тобылдың португалиялық легионері Руи Кошта болатын. Жылдам гол соғып отыр. Жетісу командасының қорғаныс шебі қазір не көп не қойғанын күшті демек расымен де солай болып отыр міне. Қараңыздар, қорғаушылар допты қайтарамай отыр, одан кейін соққыны жасаған әрине Роман Асранқұлов, ал соңғы сәтте Руи Кошта болды, 23-ші қателеспесек. Руи Кошта міне. Руи Коштаның атына жазылу керек болды. Аяғын қойып қалды. Португалиялық легионер сонымен Бірінші таймның аяғына қарай Талдықорғандықтар өз айып алаңында тәртіп бұзып, Тобыл пенальти тебу құқығына ие болды. Пенальтиді Ислам Чесноков сәтті орындады. және сарғаға болады. Анық ережемізді қараңыз. Учинский анық ережемізді. Не қолдан ұсталған ұзақ ұстады. Және бірлес қарастар жібересі төреші Ислам Чесноков және Силкаев. Ислам жүгірді. Ислам соққы жасап отыр, есеп 0-2. Тобыл командасы екінші гол соқты. Міне, болмаса кедергі келтіріп құлатпайды. Басқа не деу керек? Дау туғызбайтын сәт бұл. Бағдат Абдуллаев дұрыс шешім қабылдады деп есептейміз. Ойын жалпы тең дәрежеде өтіп жатса да Жетісу командасының жолы болмады. Олар екінші таймда тағы да гол жіберді. 51 минутта Ислам Чесноков матчта дубль рәсімдеді. Командасы үшінші голды соқты және бұл голдың авторы 6 голдан соққан екі футболшы бар. Оның бірі Қайраттың сұрмергені Жоау Пауло және екіншісі міне Ислам Чесноков. Бұл осы бірінші таймда ғана айтып ек, мергендер көшінде нәтиже өте төменде. 6 гол дегеніміз енді 16 ойында Қорытынды есеп 0-3 Тобылдың сырт алаңдағы ірі жеңісі. Қарағандылық Шахтер өз алаңында Шымкенттік Ордабасы командасын қабылдады. Ойын басында фаворит команда Ордабасыда ойыншы алаңнан қуылды. 15 минутта Сергей Малый қызыл қағаз алған болатын. Алға бас. Жоқ, Қарабаев қалтасында қызыл қағаз. Қызыл қағаз шығарды. Малый қайта Шахтерға оралатын шығар. Бірақ мына жақта өте қызық негізі. Қызыл қағаз алып алаңнан қуылып кетіп отыр. Сергей Малый допты тебем деген. Бірақ қақпашының күшінен бір тепті. Дегенмен шымкенттіктер бірінші болып есеп ашты. Көзге түскен Ордабасыдағы өзбек футболшысы Жасурбек Яхшыбоев. Қайтаруға дайын болмады. Таймның аяқталуына 10 минут қалған кезде Екінші таймның басында алаң иелері есепті теңестірді. Шахтердің сербиялық легионері Милан Джокич көзге түсті. Есеп 1-1. Шахтер командасы таразбасын тең қылды. Екінші тайм басталғаны осы. Джокич гол соқты. Игнатович қара алмады. Қаншама футболшыны қапы қалдырып 97-ші нөмірлі шабуылшы гол соқты. 26 жастағы сербиялық футболшы ерекшеленіп отыр. Міне қайталауды көреміз. Милан Джокич 58 минутта шымкенттіктер есепте тағы да алға шықты. Ордабасының екінші голын салған украиналық Артем Беседин. Беседин допты жалғыз өзі қаншама қорғаушыны қапы қалдырып барып, допты арғы бұрышқа дәл жеткізді. Ордабасы алға шықты. 2-1. Міне 10 футболшы болып ойнап жатқан орда. Қарсыластың қорғанын бұзған Беседин. Ал 61 минутта Жасурбек Яхшыбоев матчта дубль рәсімдейтін мүмкіндігін жібермеді. Басы тамаша пас бұл. Енді Яхшыбаев гол! 1-3 Ордабасы. Оңтүстік мақтанышы. Есептің 3-1 қылды. Әрине, Шахтер бүгінгі ойында аутсайдер, бірақ Ордабасыда өзгеріс болып жатыр. Бапкер кетеді дедік, сосын Малыйдың қызыл қағаз алғаны бар. Бәрін ескеретін болсақ, бүгін қарағандылықтардың мерейі үстем болуы мүмкін.
мүмкін еді деген. 77 минутта алаңға тыңнан шыққан Шахтердің белорусиялық футболшысы Дмитрий Лисакович гол салып матчтағы интриганы қайта жандандырған болатын. Міне ойынға интрига оралды. Игнатович қайтара алмады допты. Шахтер ордабасы есеп 2-3. Алыстан сондай жойқын соққы болды. Лисакович келе салып гол соқты. Міне 17-ші нөмірлі футболшы Дмитрий Лисакович. Бірақ осыдан кейін салынған гол болмай, матч 2-3 есебімен аяқталып, Ордабасы жігерлі жеңіске жетті. 17-ші тур ойындарын Ақтөбеде Ақтөбе-Қайсар матчы аяқтады. Әрине, матч фавориті сөзсіз жергілікті команда Ақтөбе болды. Басымдық та соларда болған, және бірінші болып есепті де Ақтөбе ашты. 22-ші минутта Жан Жайроның соққысынан кейін қақпа маңдайшасына тиіп, кейін қайтқан допты Арман Кеңесов шебер голға айналдырды. Қайсар командасында ойнаған. Өзінің бұрынғы командасына құрмет көрсетті. Алаң иелерінің тағы бір емес бірнеше гол салатын сәттері болды, бірақ жолдары болмады. Ал қонақтар өз кезегінде мүмкіндіктерін пайдаланып, есепті теңестірді. Ойынның 60-ші минутында Қайсардың черногориялық легионері Горан Милойко Ақтөбенің және құрама командамыздың да қақпашысы Игорь Шацкиден айласын асырып кетті. Осыдан кейін Ақтөбе шабуылдарын күшейткенімен есеп өзгермеді. Қайсар командасының қақпашысы ресейлік Степан Сикачтың да тең ойындағы үлкен үлесін айта кетейік. Қорытынды есеп 1-1, командалар ұпай бөлісті. Енді назарларыңызға 17-ші турдан кейінгі Қазақстан Премьер-лигасының турнир кестесін ұсынамыз. Турнирлік кестенің басына 31 ұпаймен Алматылық Қайрат шықты. Осы турда тең ойнаған Ақтөбе 30 ұпаймен екінші орында келеді. Ал үшінші орында 29 ұпаймен Ордабасы келеді. Айта кетейік, шымкенттік команда бәсекелестеріне қарағанда 2 ойын аз өткізген. Кесте түбінде 8 ұпаймен Қарағандылық Шахтер командасы қала берді. Ал одан бір орынға жоғары орналасқан Жеңісте 9 ұпай бар. Сұрмергендер тізімін 7 голмен енді жеке дара Ордабасының өзбек шабуылшысы Жасурбек Яқшыбоев бастады. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 17-ші тур ойындары бойынша жасаған шолуымыз аяқталды. 18-ші тур ойындары 24-ші және 25-ші тамыз күндеріне жоспарланған. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.